Қайырлы күн достар, химия 8 сынып заттардың формулалары және химия реакция теңдеулері бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын қарастырамыз. Бірінші тапсырма: натрий гидрокарбонатындағы көміртектің массалық үлесі 14-28-ге тең болады. В нұсқасы. Келесі тапсырма: күрделі қосылыстың құрамындағы элементтердің массалық үлестері бойынша қосылыстың формуласын анықтаңыз. Есеп шығару керек. Бұл жерде HX, SY, OZ формуласын табатын болсақ, H2SO4 деген формула шығады. Келесі тапсырма: сүйде тамақ пісіргенде газ баллонынан пропан жағылады. Пропанның жану реакциясы және жану реакциясындағы өнімдер SO2 мен H2O, реагенттер C3H8 пен O2. Келесі тапсырма: Маратқа зертханада тәжірибе жасау үшін оттек газы берілді. Оттек газын марганец диоксид катализатор қатысында сутек пероксидін айырылу арқылы алуға болады дейді. Міне, катализатормен реакция теңдеуі. Және бұл реакцияны қандай заңға сүйеніп жазыңыз? Зат массасын сақталу заңы: реакцияға кіріскен заттардың массы реакция нәтижесінде түзілген заттардың массасына тең болады. Келесі тапсырма: берілген химия реакцияларды аяқтап теңестіріңіз. Реакция типін анықтаңыз. Бұл жерде 6 болу керек, 2 болу керек және 3 H2O. Магний 2 H хлор, 2 және алюминий 2 O3. Мына жерде 3 болады. А реакция типі алмасу, Б реакция типі орын басу, С реакция типі қосылу, Д реакция типі айырылу. Осы тапсырмалардың барлығына дискриптор бойынша 15 балл беріледі. Сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.